Құрметті бүгінгі ұлықтау жиынына қатысушы ұстаздар, шәкірттер, өздеріңіз білесіздер, өткен аптада біздің мектебімізде осы Жасұлан ұйымының көшбасшысымен мектеп президентін сайлау болып өтті. Сайлауға барлығы мектеп мұғалімдері 7-11 сыныптың аралығындағы 217 сайлаушы қатысып, өздерінің дауыстарын берді. Бұл сайлау қорытындысын біздер сол күні әлеуметтік желі арқылы барлықтарыңызға жарияладық. Оны өздеріңіз хабардарсыздар. Енді өздеріңіз сенім артып дауыс берген осы өздеріңіздің дауыс бергендеріңізге көп рахмет. Сіздердің сенімдеріңізді маған артқан сенімдеріңізді ақтаймын деп үміттенемін, тырысамын соны ақтауға, және де өзімнің бағдарламамда көрсетілген әртүрлі іс-шаралар, ұйымдар, сол саладағы заттарды яғни қарастыруға, жасауға тырысамын, және сол шараларды бірге жасауға сіздерді шақырамын. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Сіздердің маған үміт артып, маған берген дауыстарыңызға өте көп рахмет. Сіздердің артқан үміттеріңізді ақтаймын, және де өзімнің айтып өткен іс-шараларымды оқушылар арасында өткізуге тырысамын. Дауыстарыңызға рахмет. Болашағы елінің жақсыларын жасырам, қиындықтан қашпаған биік шыңға бастаған отанымыз Қазақстан елордамыз.